Сәлеметсіздер ме балақайлар? Бүгін біз сіздерге Ата мұра атты ертегілер аудио кітабын ұсынамыз. Сіздермен бірге мемлекеттік қуыршақ театрының әртістері Болат Момынжанов және Ұлбосын Момынжанова. Ертегінің аты Бекболат. Ертеде бір кедей болыпты. Оның 4 баласы болыпты. Кішісінің аты Бекболат екен. Бір күні ол кедей тілімді алмайсың деп Бекболатты үйден қуып жібереді. Бекболат қаңғырып келе жатып, көлдің жиегіндегі жалғыз үйге сәлем беріп кіріп келсе, бір шал мен кемпір отыр екен. Олар жөн сұраса, Бекболат: «Әке-шешем жоқ, қаңғырып жүрген жетім баламын. Баласы жоққа бала болар едім», дейді. Бұған шал мен кемпір қуанып, Бекболатты бала қылды да, азын-аулақ малы бар екен, соны баққызып қояды. Шал өзі қармақ салады екен. Біраз күннен кейін Бекболат атасынан рұқсат алып, қармақ салатын болады да, шал қой бағады. Күндерде бір күн Бекболаттың қармағына бір үлкен балық ілінген екен. Соны Бекболат жалғыз өзі ала алмай, әке-шешесі келіп, үшеуінің әлі жетпей, ақырында шал: «Балам, сен қармағыңды мықтап ұстай тұр. Кемпір, сен үйге барып қазаныңды дайырла. Мен мынау ауылдың жігіттерді тезірек шақырып келейін», деп көрші ауылға кеткен кезде, әл бермей жатқан балық судан шығып келіп, Бекболатқа: «Сен мені босат, қысылған жерде бір көмек көрсетермін». «Сен су астына кетсең, мен жерде жүрем. Қалай көмек көрсетесің?» дейді Бекболат. Сонда балық тұрып: «Менің бір қабыршағымды жұлып алып қал. Керек уақытында соны тұтатсаң, саған өзім келем». Болат ойланып тұрады да, балықтың бір қабыршағын жұлып алып, өзін қоя береді. Сол уақытта қараса, әкесі көп жұртты жинап алып келеді екен. Мұны көріп Бекболат қармағын суға тастап жібереді. Әкесі келіп: «Балық қайда?» «Балығы құрысын, өзімді қармақпен бірге суға әкете жаздады», дейді Бекболат. Сол жерде шал ашуланып: «Қаңғырған ит, біреуге сатып жібердің ғой», деп Бекболатты ұрып қуып жібереді. Сор қайнап, ел кезіп келе жатқанда, бір жер шудалы, боз тайлақты бір қасқыр қуып келеді екен. Қасқырдан қорыққан тайлақ Бекболатқа келіп: «Мына қасқырдан құтқара көр. Қысылған жерде мен саған бір жәрдем көрсетермін, дейді. Сонда Бекболат: «Сен өзің кетіп бара жатырсың, қайтып маған жәрдем көрсетесің», дейді. Жер шудалы боз тайлақ: «Менің шудамнан бір талын жұлып алып қал. Қысылған жерде тұтатсаң, мен келемін». Бала тайлақтың айтқанын істеп, оны қасқырдан құтқарып жібереді. Мұнан соң келе жатса, бір үлкен құс 2 самұрықты қуып келеді екен. Самұрықтар жанында келе жатқан баланы көріп: «Адамзат қой, бізді құтқарса, осы құтқарар», деп Бекболатқа келіп: «Мына жаудан құтқар, бізде бір керегіңе жарармыз». «Сендерді мен аспаннан қалай табам?» Сонда самұрықтар: «Сен екеумізден 2 қауырсын жұлып алып қал. Қысылған жерде қауырсынымызды тұтатсаң, біз келеміз», дейді. Бекболат олардың да тілегін орындап, самұрықтарды құтқарады. Тағы да келе жатса, бір түлкіні бір бүркіт қуып келеді екен. Адамды жау көретін түлкі не істерін білмей, аңырап тұрып қалады да, бүркіт өзіне түйіле берген кезде Бекболатқа жетіп келіп: «Ойбай, ағатай, мені мына жаудан құтқар, мен де жәрдем көрсетермін». Мұны естіп Бекболат: «Сен қазір тауға, тасқа жайыңмен кетесің. Мен сені қайдан табам? Сендей жүйрік емеспін». Сонда түлкі: «Менің бір тал қылшығымды жұлып алып қал. Соны тұтатқанда иісі шығар. Мен сол жерде дайын болам». Бекболат түлкінің айтқанын істеп, келе жатқан жауынан құтқарады. Сонан тірі жетім Бекболат зарлап келе жатса, көз ұшында бір үй көрінеді. Жақындап келіп байқаса, көп ауыл екен. Соның шетіндегі бір қосқа келіп тыңдап тұрса, шалдың кемпірге ұрысқан даусы шығады: «Қабағың жаман қақпас.
бір бала таппай, мына қалған ірімшік, мына қалған май, қаймақты кім жейді, деп шал кемпіріне жылап отыр екен. Сол кезде Бекболат сәлем беріп кіріп келеді. Балам, жоғары шық, деп шал жөн сұрайды. Бекболат: әке шешем өліп, қаңғырып жүрген сорлымын. Мұны естіп шал қуанып, маған бала боламысың? Бекболат келісіп, шалға бала болады. Шалдың азнаулақ малын бағып, кешке шал мен кемпірдің қасында алданыш болып жүреді. Сол елдің ақ бұзау деген ханы бар екен. Күндерде бір күн ханның қара аю деген сұлу қызы қалың малсыз күйеуге тиеді деген хабар шығады. Мұның қалай екенін түсіне алмай, Бекболат сол елдің жігіттерінен анықтап сұраса, ол былай екен: қара аюды алуға дәмеленіп барған адам 3 рет жасырынады екен. Сол уақытта қара аю ол адамды таба алмаса, соған тимек екен. Егер тауып алса, басын алады екен. Қара аюды алуға дәмеленген жасты, кәрі де, бәрі де ханның ордасына жиналып, қандай жерге тығылса да, қара аю тауып ала береді екен. Бір күні бір жігіт құдықтың ішіне түсіп жатып алған екен. Алтын тақта отырған қара аю оны да тауып алыпты. Өзі ай мен күндей сұлу екен. Мұның жолында нелер жас жігіттер өлген екен. Бекболат тәуекелге бел байлап бармақ болады. Асырап отырған шал мен кемпір Бекболатты сондай жақсы көреді екен. Кемпір шалдың: шырағым, Болатжан, сен барма, босқа өлесің. Талайлар ол қыздың қолынан өлген, деп зарланғанына Бекболат құлақ аспай жүріп кетеді. Ақ бұзау ханның ордасының алдына барса, қара аюдың бір жеңгесі келген адамдарды қызға жіберіп тұрады екен. Бекболат солардан рұқсат алып, қара аюдың сарайына барады. Еркежан-ай, сені алу үшін талай жақсыда жаманда таласып болдау. Бір жаман қара бала келіп тұр. Соны кіргізбей-ақ қойсақ қайтеді? Дейді жеңгесі. Мұны естіп қара аю күліп: жоқ жеңеше, көп адамның бірі болар, кіргізіңіз, дейді. Жеңгесі кіргізеді. Сонда қара аю: ал бала, тығыл үш көшейін, дейді. Бекболат сонда: рұқсат берсең, 4-ке дейін тығыламын, әйтпесе әуре болмай қайта берем, деген соң қара аю таңданып рұқсат етеді. Бекболат далаға шыға сала, боз тайлақтың қылын тұтатқан екен. Боз тайлақ жетіп келіпті. Сонан соң ол боз тайлақтың үстіне мінеді де, адам өтпес, аң жүрмес қалың тоғайдың ар жағына өтіп кетеді. Мұз дарияға жетеді. Қара аю уақыты болған соң қарап тұрып: сен бала, боз тайлақтың үстінде, қара шидың ар жағында, мұз дарияның бер жағында тұрсың, дейді. Сонда Бекболат: мұның рас, деп жетіп келеді. Қара аю оны 2-ші рет жасырынуға жібереді. Бекболат үйден шыға сала, балықтың қабығын тұтатқан екен. Балық жетіп келеді. Оған да жоғарыдағыдай қара аюмен серттескен сертін айтқан соң, балық баланы ішіне салып алып, дарияның астына түсіп, жардың көлеңкесіне барып жатады. Қыз уақыты болғанда қарап тұрып: Бекболат, дарияның түбінде ағашайынның ішінде жатырсың, шық бері. Оның рас, деп Бекболат жетіп келеді. 3-ші рет рұқсат бергенде 2 самұрықтың қанатын тұтатқан екен. Екеуі жетіп келіп, Бекболатты 7 қабат көкке алып кетіпті. Қара аю сұлу қарап: Бекболат, сен 7 қабат көктен әрі самұрықтың қанатының үстінде жүрсің, түс, деген соң Бекболат: оның рас, деп жетіп келеді. Қара аю сұлу: ақырғы кезегің, өлім уақытың таянды, бар, тығыл, дейді. Сонда Бекболат түлкінің қылын тұтатып жібергенде: ләппай тақсыр, не бұйырасың, деп құйрығын бұлғаңдатып түлкі жетіп келеді.
Сол уақытта көзіне жас алып Бекболат: өлім уақыты таянды түлкім. Осындай Қара аю деген Ақбұзау ханның қызымен серттесіп едім. Енді сенен жәрдем болмаса, өлдім. Мені жасыр, дейді. Сонда түлкі күннің шығысынан қазған інінің аузын Қара аю сұлудың тағының астына шығарады да Бекболатқа: Ол қыз неше айлакер болса да, енді сен аласың. Ол қыз қазір Бекболат, сен жоқсың дер. Онан соң тағы да жоқсың дер. Сен орныңнан қозғалма, үндемеде. Ол қыз ең аяғында күннің шығысынан бір, батысынан бір ін шыққан. Мұнда Бекболатым, сен жоқсың дер. Сол уақытта сен, мен мұндамын деп шыға кел, дейді түлкі. Бекболат досына қош айтысып, жүріп кетеді. Мұнан соң Қара аю сұлу қара таба алмай екі рет: сен жоқсың, сен жоқсың деп айғайлайды. Үшінші рет: күннің шығысынан қазылған іннің батысынан шыққан аузы бар, бірақ ол інде Бекболатым, жоқсың дегенде Бекболат: мен мұндамын деп шыға келіпті. Сонымен қыз да, үйінің іші де, туған туысқандары да, қыздың барлық ел жұрты да риза болып, қызды Бекболатқа қосады. Ханның өзі қартайған екен. Жетім болсаң да, ел билеуге лайық екенсің, деп Бекболатты өзінің орнына хан қойып, тағын беріп, 30 күн ойын, 40 күн тойын жасайды. Мұнан соң Бекболат баяғы өзінің әке-шеше ағаларын іздетіп алғызып, кешірім сұрап, әкесімен татуласады. Құрметті тыңдармандар, біздің ертегілеріміз ұнаса, бізге тіркеліп, жылы лебіздеріңізді жазып, лайк басып, қолдау көрсетіңіздер. Сіздерге алдағы уақытта талай қызықты ертегілерді ұсынатын боламыз.